мен сияқты ағылшын курсы бар мұғалімдерге бір жиза, тек мұғалімдер ғана түсінеді бұл нәрсені, короче. Бір клиенттер болады да, курсқа жазылады. Кейін расписаниесін қойып бересің, да, міне, например, вторник, четверг келесің, аптасына 2 рет, немесе 3 рет деген сияқты. Енді ол кісілер кішкене неответственный болады да, андай құдайдың берген күнін сұрап жатшы, то ауырып қалады, то анау болады, то мынау болады ше. Кейін бір айлық курсты, например, 3 айға өтетін адамдар болады да, сөйтіп та, енді клиент болған екен демейсің, чтобы үйретейін жарайды деп та. Кейін ол кісілер курстан шығады ғой, например, ше. Біріншіден просто так шығып кетпейді, ренжіп шығып кетеді ше, что бізде результат жоқ деген сияқты да. Кейін енді қалай кішкентай болады, бәрібір курс туралы басқа адамдар да сұрайды, ол адамдардан ше, мысалға курс қалай екен деп. Ой, біз бардық, вообще үйрене алмадық, вообще дұрыс үйрете алмайды деген сияқты әңгімелер кетеді да. Бірақ ешкім өзінің қателігін айтпайды да, что мен 1 айлық сабақты 3 айға өткенмін деп ше. Тек мұғалімдер ғана түсінеді. Рас болса